Сәлеметсіздер ме? Мен сіздермен бірге болатын бүгін Сәриева Әсеткүл, шығыс медицинасында 30 жылдан аса еңбек еткен және сол шығыстан неше түрлі рецепттерді оқып келген. Мен бүгін адам организмін қалай жасартады? Бұл бір кездегі монахтардың ішетін рецепт екен. Сол туралы айтқым келеді. Адам организмін жасарту туралы. Адам организмін жасарту үшін ішетін шөптер. Ақ қайың бүйрекшесі, березовый почки дейміз ғой, содан 100 грамм, шалфей 100 грамм, түймедақ 100 грамм, жүгері шашағы 100 грамм. Әр қайсысын бір ас қасықпен араластырып, 1 литр суға 10 минут қайнатамыз. Қайнаған қоспаны 30 минут жауып қоямыз. 30 минуттан соң шай қасықпен ғана бал араластыру керек болады. Күніне 200 мл ішу керек. Аш қарынға 1,5 ай ішесіз. 1,5 айдан соң қызыл мия, солодка ішесіз. 300 мл суға 1 ас қасық қызыл мияны салып, 10 минутқа қайнатасыз. Күніне 100 мл 3 мезгіл тамақ алдында ішсеңіз болады. Бұл сіздің организміңізді жасартады. Осы ауруларға жәрдем бере аламын, сондықтан WhatsApp-қа маған жазыңыздар.